Баршаңызға сәлем. Маған өте көп сұрақ келіп жатады. Доллар гүлінің сабағы неге осылай әжімденіп, сызық-сызық болып мыжырайып кетеді деп. Бұл қыздар қатты құрғатып жібергеннен. Доллар гүлі суккулент сортына жататын болғандықтан суды қатты ұната бермейді, бірақтан қыздар шөлдеген кезде өте жақсылап тойдырып тұрып су беру керек. Себебі бұл бойына ылғалдылықтың барлығын сіңіріп алады да шөлдеген кезінде бойындағы ылғалдылықты жарата бастайды. Сол ылғалдылықты жаратқаннан кейін бойында ылғалдылық қалмайды да осылай әжімденіп, бар ылғалдылықты жаратқаннан кейін осылай мыжым-мыжым болып, әжімденіп, сызық-сызық болып, көріксіз болып қалады. Қандай жағдай болса да, қыздар доллар гүлінің жапырағы болсын, сабағы болсын, кішкентай ғана қалған ағашы ғана болса да тастауға асықпаңыздар, қыздар. Себебі оны көбейтіп алуға болады. Бір жапырақтан да осында қалған жапырақсыз әшін кішкентай стволынан да осылай суға салып, болмаса топыраққа тығып көбейтіп аман алып қалсаңыздар болады. Өте төзімді гүл. Мынау замекүлкіс гүлінің зензи сорты, бұйра жапырақтысы, қараңыздар, сынып қалған болатын. Мен тығып қойдым. Және ол катоскасын байлап жатыр. Және